Саумал жаңа сауылған бие сүті. Дәмі тәтті, көпіршіп тұратын, жұмсақ әрі тез сіңетін қасиеті бар биологиялық табиғи өнім. Ол физикалық және химиялық құрамы жағынан ана сүтіне өте жақын болып есептеледі. Бұл тұрғыдан алғанда ешкі сүтінен де жақын. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, оттегі және организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, магний, бром сияқты минералдар, С, А, В1, В2, В6, В12, Е дәрумендері бар. Жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екендігі анықталып отыр. Сіздермен сіздің денсаулығыңыз арнасы. Видеоны бастамас бұрын каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап кетулеріңізді сұраймыз. Саумалдан қымыз ашытылады. Кейде суытып, қымыздың қорына қосылған сүтін саумал деп атайды. Сүтті сауғанда қалай ыдысқа сауса шипалық қасиетін тез жояды. Саумалды қыш ыдысқа не болмаса ысталған қауаққа сауады. Тағы бір ескертетін нәрсе, саумалды бір ыдыстан келесі ыдысқа қопарып мазалай бермеу керек. Саумалдың шипалы болуына, қымыздың емдік қасиетіне жылқының жайылымы, жеген шөбі, ішкен суы мен ауасының да әсері бар. Саумалды қалай ішеді? Күніне 4-5 рет, тамақтанудың алдында 20-30 минут бұрын 250 мл ішкен дұрыс. Емделу уақыты 1 ай. Егер үздіксіз іше берсе, 1 аптадан кейін адамның көңіл күйі көтеріліп, ұйқысы жақсарып, асқа деген тәбеті ашылады. Бие сүті сауылғаннан кейін 3 сағаттың ішінде негізгі қасиеттерін жоғалтады. Бірақ саумалды сублимациялау әдісімен жасалған капсула арқылы өмірін ұзартуға болады. Осылай еткенде табиғи өнім барлық биологиялық белсенді компоненттер мен дәрумендерді өз бойында сақтайды. Бие сүті қайнатуға келмейді. Стерилизация, пастеризациялауға болмайды. Керісінше оны қайнатсаң бұзылады, ал шикі түрінде ашытып, қымызға айналса қасиеттері молая түседі. Саумал жеңіл қорытылатын белсенді биологиялық өнім. Ол ағзаға сіңірілу кезінде ас қорыту процесіне қатысатын органдарға асқазан, ұйқы безі, бауыр, ішек үлкен жүктеме жасамайды. Сол себептен дененің қалыпқа келу процесін жылдамдатады. Саумал метаболизмді қалыпқа келтіруге, тұмаудың алдын алуға және қатерлі ісік ауруын емдеу үшін қолданылады. Сондай-ақ ол қан айналымын жақсартады және ер адамның потенциясын күшейтеді. Бие сүтінде көптеген дәрумендер, микроэлементтер және басқа да биологиялық белсенді заттар бар. Кейбір микроэлементтер басқа сүт өнімдерінде мүлдем кездеспейді. Ал құрамындағы С дәруменінің мөлшері сиырдың сүтінен 7 есе жоғары. Европаның ғалымдары оны емдік және диеталық өнім ретінде пайдалануға кеңес береді. Саумалдың көмегімен иммундық жүйенің қызметін жақсартуға және асқазанның ойық жарасы ауруын емдеуге болады. Тәулігіне 1 литр саумал ішсеңіз, ағзаңыз жоғары сіңімді ақуыздармен, амин қышқылдарымен, оңай қорытылатын майлармен, дәрумендермен және минералды элементтермен қамтамасыз етіледі. Толық емдеу курсы аяқталғаннан кейін кейбір ережелерді сақтау керек. Мысалы, ол өзінің негізгі пайдалы қасиеттерін сауылғаннан кейін 3 сағаттың ішінде жоғалтатындығын ұмытпау керек. Саумал мен қымыздың қандай пайдасы бар? Қымыздың құрамындағы С дәрумені сиыр сүтімен салыстырғанда 10 есе көп. Құрт ауруларының алдын алады. Ауырған адамның қайта қалпына келуіне жақсы ықпал етеді. Саумал қымызды ем ретінде буын ауруларына ішсе тіпті пайдалы. Салданудың алдын алады. Жаңа босанған келіншектің сүтін молайтып, нәрлі етеді. Демек, емізулі балаға да пайдасы орасан зор. Ашыған қымыз шөлді басып, қан тамырды қордаланған зиянды қалдықтардан тазартады.
іш қатудың алдын алады. Ашығудан кейін қымыз ішу буын ауруларына өте пайдалы. Адам денесінің күш-қуатын арттырады, бүйрек пен бауырды қанықтырады, қан тамырларын тазалайды. Буын аурулары мен сүйектің қақсауын, жүйкенің жұқаруын, бас айналуын, созылмалы сары ауру, яғни гепатит, ұйқысыздық, ішектегі жара, яғни гастрит сияқты аурулардың алдын алады, немесе оларды жеңілдетеді. Қымыз адамның физикалық жағдайын оңалтып, тәбетін ашады, ас қорытуды жақсартады. Дәрігерлер саумалды безгек ауруына және жөтелге қарсы ішуге ұсыныс жасайды. Қымыз бен саумалмен емделгенде қан құрамындағы гемоглобин, эритроцит деңгейі көбейеді. Тамырдың соғуы жиілеп, қан айналымы жылдамдайды. Қан тамыры жұмысы мен жүрек соғысы жақсарады. Кез келген сүттегі ең бағалы зат ақуыз. Бие сүтінде ол 1,8-2% болады. Қымызда шамамен 1,3-2% май бар. Бұл сиыр сүтіндегіден 2 есе кем. Тұрақты түрде саумал ішкен адамның иммунитеті артады. Бие сүтіндегі полиқанықпаған май қышқылдары қан айналымын жақсартады. Қымыздың майы атеросклероз ауруына шипалы. Қымыздың саумалдың құрамындағы қанықпаған май қышқылдары адам денесіндегі жасушаларды жақсартады. Ағзадағы зат алмасуын реттеп отыратын асқазанның, ішектің, ұйқы безінің, ас қорыту сөлдерінің, бауырдағы өт бөлетін ферменттердің жұмысын ынталандыратын қымыз құрамында пайдалы заттар бар. Саумал құрамында ағзаға жеңіл сіңетін ақуыздар, пептидтер, амин қышқылдар болғандықтан сусынның бұл түрі сырқат адамның күш-қуатын тез қалпына келтіреді. Осымен бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздермен болған сіздің денсаулығыңыз арнасы. Қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, подписка жасап, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймыз. Дендеріңіз сау болсын. Сау болыңыздар.